Сәлем достар, бүгін мен сіздерге оп-оңай жасалынатын блинчиктің рецептін бөлісетін боламын. Көп жағдайда қыз-келіншектерде блинчик дұрыс шықпай жатады. Жұға әрі дәмді болып шығатын блинчик жасаймыз. Олай болса кеттік. Бізге керегі сүт, қант, жұмыртқа, ұн, сода. Ең алдымен жұмыртқамызбен қантты араластырамыз, қант ерігенше. Жақсылап араластырып болған соң 100 грамм сүтімізді қосамыз. Сүтіміздің үстінен кішкентай 4 грамм ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырып, енді ұнымызды саламыз. Кішкене араластырып, сосын кішкене қоюлана бастаған соң 250 грамм суымызды екіге бөліп, осылай қосып, арасында ешқандай түйіршіктер қалмас үшін жақсылап араластырып шығамыз. Егер сізде үй жағдайында миксер болатын болса, бұл процесс өте жылдам болады. Сондықтан миксер қолдансаңыздар да болады. Мен сияқты осылай шаншқымен араластырсаңыздар да болады. Менде өте аз мөлшер болғандықтан шаншқымен ғана жасай салдым. Енді осылай 3 ас қасық пісте майын қосып, табамызды қыздырамыз. Табамыз қызған соң осылай пісте майды бірінші жағып аламыз. Қалған процестерде ол жағылмайды. Дәл осылай айландырып отырып, жақсылап екі бетін қызартып пісіріп алыңыз. Дәл осындай рецепті блинный торт жасағанда да қолдансаңыздар болады. Егер сіздерге көрсеткенімді қаласаңыздар, комментарийде жазып өтіңіздер. Менде бұл жерде массасы тек қана 10 штук қана блинчикке жасалған таңғы асқа. Егер сіздер көбірек жасаймын десеңіздер, 2 есе 3 есе етіп қосып жасасаңыздар болады. Өте жақсы, жұмсақ, бәріне ұнады. Мен осылай табадан шетін көтеріп аламын. Негізі үлкен ұзын шпажки болса, сонымен де қолдансаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Пайдаларыңызға жараса кеңесім, осылай қолданып пісіріп алсаңыздар болады. Көп қыздардың проблемасы ол осындай блинді пісіретін табаның болмауы. Ол маңызды емес. Егер үйіңізде басқа сковородкалар, табалар болатын болса, сонымен де дәл осы рецептпен пісіре бересіз. Дәл осы тактиканы қолданып. Міне осылай біздің блинларымыз дайын. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, коммент жазып ұмытпаңыздар. Егер қызықты болса, блинный торттың кремін екі түрде көрсетемін. Комментарийде міндетті түрде қалдырыңыздар. Екі түрде көрсетемін. Сливкимен жасалынатын және заварной крем көрсетемін. Бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыз.